Жолдастар, радио тыңдаушылар, 1925 жылы Парижде өткен бүкіл дүниежүзілік экспо көрмесіне Совет одағының өнер өкілі Әміре Қашаубаев жолдас қатысып, бас жүлдеге ие болды. Бұл тек бір адамның емес, барлық Совет одағының жеңісі деп білейік, жолдастар. Так, жолдастар, сендерді шұғыл түрде шақыртқан себебі мұны. Бүгінгі күні, яғни «Діни» деген газеттің кімдік екенін білесіздер ме? Білеміз, жолдас комиссар. Бұл уақытша үкімет председателі Қашқын Керенскийдің Германиядан шығарып жатқан саяси газеті. Білсеңіздер, кешегі «Діни» деген газетте Қызыл революция